Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мынау сәбіз. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Тыңда. Мынау орам жапырақ. Қайтала. Мынау қызанақ. Мынау қызанақ. Мынау сәбіз. Мынау қияр. Мынау қияр. Мынау картоп. Мынау картоп. Өте жақсы балалар, жақсы қайталадыңыздар. Енді келесі екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Мынау не? Қанекей, осы сұраққа жауап берейік. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Мынау не? Қанекей балалар, мына суреттерден сіздер қандай жемістің немесе көкөністің бейнесін көріп тұрсыздар? Қанекей жауап берейік. Мынау не? Ал балалар, сіздер берілген суреттегі жеміс немесе көкөністі дұрыс тапты деген ойдамын. Қанекей тексерейік. Жүзім, орам жапырақ, алма, қияр, алмұрт, сәбіз және қызанақ. Төртінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Боя. Қанекей балалар, қияр, қызанақ, орам жапырақтың түсі қандай болатын еді? Қарындаштарымызды алып, бояуға кірісейік. Жарайсыңдар балалар. Сіздер де осындай етіп әдемі бояды деген ойдамын. Ал балалар, барлығымыз тұрып, бір сергіту жасайық. Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық. Ұшып-ұшып алайық, орнымызға қонайық. Қанекей, тағы бір қайталайық. Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық. Ұшып-ұшып алайық, орнымызға қонайық.